Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видео қазақ мемлекеттігінің тарихы және дәстүрлеріне арналған. Бүгін мен сіздерге ұлы саяси, мәдени, рухани жолдар туралы айтып беремін. Бұл негізгі ежелгі дәуірден бастап қазақ хандығының қалыптасуы, оның қайта жаңғыруы және тәуелсіз Қазақстанға дейін үздіксіз даму тарихы болып келеді. Бүгінгі біздің талқылайтын негізгі тақырыптарымыз ол ежелгі және орта ғасырлық дәуірлер, оның ішінде сақтар, ғұндар, түрік қағанаты, қыпшақтар, көптеген қағанаттар, хандықтар, Алтын Орда және басқа да мемлекеттер ішіне кіреді. Келесі ол қазақ хандығының құрылуы және оның басқару жүйесі мен территориялық кеңеюі. Одан кейін ол 20-шы ғасырдағы ұлттық қозғалыстар, оның ішінде Алаш автономиясы, Қазақ АКСР және де Қазақ КСР. Және де келесі тақырыбымыз ол 1991 жылы Қазақстанның тәуелсіздігін жариялауы және сол кезеңнен бастап бүгінгі мемлекеттілік дәстүрі болып келеді. Бұл видео арқылы біз Қазақстан мемлекеттігінің дәстүрін тереңірек түсінеміз және де тарих сабақтастығын маңызын білеміз. Біздің бірінші тақырыбымыз ол айтып кеткендей ежелгі және орта ғасырлық дәуірлер. Бәріміз білетіндей Қазақстанның қазақ жерінде мемлекеттіліктің негізгі тамыры ол ежелгі дәуірден басталады. Біздің арғы ата-бабаларымыз ол сақтар. Олар біздің заманымыздан бұрын 8-ші және 3-ші ғасырлар аралығында өмір сүрген. Олар қазіргі Қазақстанның үлкен кең аумақтарын мекендеткен. Олар көшпелі халықтардың бірі болып келеді. Олар әскери ұйымшылдық пен дала мәдениетін қалыптастырған ең бірінші халық деп айтуға болады. Олар тағы алғашқы мемлекеттік және экономикалық институттардың негіз болып келеді. Келесі сақтардан кейін олар ғұндар, үйсіндер, қаңлылар болып келеді және тағы да басқа тайпалар. Кейінгі кезеңдерде Қазақстанның солтүстік, орталық және шығыс аймақтарында өмір сүріп, осы тайпалар көшпелі экономиканы, мал шаруашылығын жетілдірумен қатар сыртқа сауда қатынастарын жүргізген болатын. Сол тайпалардан кейін біздің елімізде 6-шы және 8-ші ғасырларда түрік қағанаты пайда болған. Осы түрік қағанаты түрік әлемін біріктіру жолындағы алғашқы үлкен бір саяси бірлік болған. Ол жоғарғы ұйымдастырылған саяси жүйе мен дипломатия, оған қоса қоғамдық тәртіп модельдерін енгізген болатын. Одан кейінгі ғасырларда біздің елімізде қарлұқтар, қимақтар секілді, қыпшақтар секілді мемлекеттер мекендеткен. Осы мемлекеттердің рулық тайпалық құрылымы, әскери одақтары және де аумақтық реттеу жүйелері қазақ этносының
дамуына маңызды үлес қосты. Ал келесі бізде ол моңғол шапқыншылығы, одан кейін 13-ші ғасыр мен 15-ші ғасыр аралығында Орта Азия мен Қазақстан аумағында өмір сүрген. Олар Алтын Орда, Ақ Орда деген және де Моғолстан деген мемлекеттер болған. Олар мемлекетті басқару тәжірибесі және де хандық институт, діни, мәдени байланыстар және де сауда желілері арқылы қазақ руларына өте қатты әсерін тигізген. Осыдан шығатын сабақ бізге ол қазақ мемлекеттілігінің құрылуы ол тек қана бір түнде пайда болған жоқ. Ол көптеген ғасырлар бойы дамыған тарихи, мәдени және саяси тәжірибелердің нәтижесі болған. Келесі тақырыбымыз ол қазақ хандығының құрылуы және дамуы. Қазақ хандығының құрылуы қазақ мемлекеттігінің жаңа кезеңі болып келеді. Орта ғасырлық Әбілқайыр хандығы мен Моғолстан хандығы арасындағы саяси күрестен кейін 1457 жылдан кейін Керей мен Жәнібек хандар көптеген қазақ тайпаларын бастап шығыс Дешті Қыпшақтан батыс Жетісуға дейін жерлерге көшкен. Мұнда олар Моғолстан ханы Есенбұға тарапынан жер алып, жаңа тәуелсіз мемлекет бастауға мүмкіндік алған. Қазақ хандығының құрылуы негізі ол ру тайпалықтардың біріктіру және де саяси дербестікке қол жеткізу жолындағы қадам болған. Келесі кезең ол Қасым ханның тұсында мемлекет шекаралы айтарлықтай өте қатты кеңейген. Қасым тағы да өзінің Қасым ханның қасқа жолы деген заңдар жинағын енгізіп, басқаруды ретке салған. Ал 16 және 17 ғасырларда қазақ хандығы этносаяси шекараларын бекітіп, құқықтық және де саяси институттары дамытты. Тәуке ханның тұсында қазақ хандығы жеті жарғы атты заңды қабылдаған. Сол жеті жарғының бір-екеуін айтып кетсек, ол егер бір адам біреуді өлтірсе, ол өзі өлім жазасына сотталады деген сияқты заңдар шығарылған. Және де осы заңдар мемлекеттік басқару дәстүрін нығайтуға бағытталған болады. Қазақ хандығының территориясы ол бастапқыда Жетісу мен Шу мен Талас алқабы арасында болған. Кейін орталық Қазақстан, Сырдария бойы, кейде Батыс Сібір және де Ертіс бойына дейін жеткен болатын. Негізгі қазақ хандығының дәстүрлері рулық келісім, хандық институт, көшпелі басқару моделі, құқықтық нормалар бәрі деген бір тұтас мемлекеттік жолына алып келген өте маңызды қадамдар болған. Келесі тақырып ол бізде 20-шы ғасыр қазақ мемлекеттігінің қайта өрлеу кезеңі. Бәріміз білетіндей 1917 жылы
Ресей империясында төңкеріс болып, ұлттық қозғалыстар өте қатты белсенділенді. Сол жылдары Алаш автономиясы немесе Алашорда құрылған болатын. Бұл қазақ зиялыларының ұлттық мемлекеттік идеяны қайта көтеру әрекеті. 5 және 13 желтоқсанда Орынборда өткен жалпы қазақ съезінде Алашордасы өзінің үкіметін құрып, Әлихан Бөкейханов сол үкіметтің төрағасы болған. Және де Алаш автономиясы қазақ қоғамының саяси санасын оятқан болатын. Олар ұлттық мүддені қорғаған, және де жер мәселесін шешкен, білім мен мәдениетті дамыту идеяларын алған. Бірақ та кеңес үкіметі басымдық алған соң 1919 және 1920 жылдары Алаш автономиясының үкіметі тартыла бастады. Ал 1920 жылы біздің Қазақстан жерінде Қазақ АКСР құрылған. Ол кеңес үкіметінің құрамында автономиялық кеңестік республика болған Қазақстан жерінде. Кейінірек 1936 жылы Қазақ АКСР-дің орнына Қазақ КСР мәртебе алған. Ол кеңестік одақ құрамындағы толыққанды одақтас республика болған. Сол Қазақ КСР кездерінде біздің елімізде индустрияландыру болған, ұжымдастыру болған, білім беру жүйесі кеңейе бастаған, біртіндеп қала мәдениеті дами бастаған. Бірақ та саяси тәуелсіздік шектеулі болған. Ал 1930 және 40 жылдары елімізде бәріміз білетіндей ашаршылық болған, репрессиялар қазақ қоғамына өте ауыр соққы жасаған болады. Ал ұлт зиялылары және де қоғам саласы қатты зардап шеккен болады. Келесі тақырыбымыз ол тәуелсіздік кезеңі. Бәріміз білетіндей 1991 жылы Кеңес одағының ыдырауы ол біздің өзіміздің қазақ мемлекеттілігінің жаңа дәуіріне жол ашқан. 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі бүкіл әлемге жарияланған болатын. Бұл қазақ мемлекеттілігінің ғасырлар бойы арманының орындалуы болып саналады. Жылдар өте келе еліміз жаңа конституция қабылдап, мемлекеттік рәміздер бекітілген болатын. Олар ту, елтаңба және әнұран. Қазақстан халықаралық байланыстарға біртіндеп кіре бастаған. Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі болған, және де осы тәуелсіздікке жету қазақ мемлекеттігі дәстүрінің жаңа формасы, ел өз ішінен басқаруды қолға ала бастаған, және де ұлттық тіл мен мәдениетке басымдық көп берілген. Және де осы тәуелсіздік кезеңде Қазақстан өзінің ұлттық бірегейлігін нығайтып, экономикалық және саяси даму жолына
ілгеріледі. Қорытындылай келе, қазақ мемлекеттің дәстүрлері бұл халқымыздың мемлекет құрудағы үздіксіз жолы. Ежелгі сақтар мен түркілер қағанаттардан бастап орта ғасырлық хандар, алаш автономиясы, қазақ хандығы, алтын орда, моңғол шапқыншылығы, кеңес дәуірі және тәуелсіз Қазақстан бәрі бір-бірімен сабақтас. Қазақ хандығы мемлекеттіліктің алтын ұясы болды, және де алаш автономиясы ұлттық сана көтеруін көрсеткен. Кеңес кезеңі экономикалық және мәдени трансформация келген. Ал 1991 жылы тәуелсіздік мемлекеттілік дәстүрін қазіргі заманға жалғаған кезең болып келеді. Және де осылайша қазақ мемлекеттілігі ол тек өткеннің мұрасы ғана емес, ол бүгінгі күннің даму және болашаққа берілген аманат болып келеді. Назарларыңызға рахмет.